Фариза Оңғарсынова өмірі. Байұлы тайпасы Адай руының Тәзіке атасынан шыққан. Фаризаның әкесі Оңғарсын Иманғалиев 1891-1940 жылдары оқыған, елге қадірлі азамат болған. Қазіргі Атырау облысында алғаш балық шаруашылығын ұйымдастырған кісі. Ал анасы Халима Иманғалиева арабша хат танып, қазақ ауыз әдебиетін жақсы білген. Ақын қыз үйдің кенжесі, бауырларының біразы жастай қайтыс болған. Әкесі жүрегі ауырып ерте көз жұмды. Ал анасы 70-ші жылдары дүниеден өткен. Бала күнінен ақындық қасиетін көрсетіп, өзіне әсер еткен жағдайларға байланысты өлең шығаратын болған. Ақынның Ануар, Алмас есімді ұлдар мен Анар, Аида есімді келіндері бар. Анелия, Алан, Анита, Ахметжан, Аслан, Алсу атты немерелері бар. Сондай-ақ ақын ерте қайтыс болған жалғыз ағаның ұл қыздарын тәрбиелеп өсірген. Марапаттары: құрмет белгісі 1976 жылы берілген. Парасат ордені 1996 жылы берілген. Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанған. Халыққа білім беру ісінің үздігі 1985. Қазақстанның халық жазушысы 1991. Қазақстанның халық ақыны, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты.